Сыртта сөйлеп не көрінді баршаңа, қандай күшке иесіңдер соншама. Сәл жығылсам сүрінгенге күлетін, судан таза кереметтер қаншама. Ешқашан кедеймін деп айтпа, саған ешкім ақша бермейді. Шаршадым деме, ешкім саған көмектесіп қол ұшын бермейді. Тіпті жылаушы болма, ешкім сені илемейді. Жеңілуші болма, өйткені ешкім сенің жеңуіңді қаламайды. Қарыз бергенде дос боласың, қарызымды сұрайтын кезде дұшпан боласың. Бермесең қайырымсыз боласың, беріп алған соң өмірлік қайырсыз боласың. Сондықтан пендеге көңіл қайыр қылсаң да, дүние қайыр қылмай-ақ қой. Өзгеден артық боламын деп арыңдама. Шамаңды шақта, тең түскенге қанағат ет. Қанағат қарын тойғызар, қанағатсыздық жалғыз атын сойдырар деген ата-бабамыз. Бірақ тепкіге төзбе, ешқашан аяққа басылма. Ауыз өзіңдікі болған соң, сен жайында не айтса да айтып қалсын. Мейлі сені жаман десін. Оның жаман дегенімен сен жаман болып қалмайсың. Ешкімге жамандық ойлама, өйткені дүние дөңгелек, не істесең де өзіңе қайтып келеді. Жақсылық та дәл солай. Аспандағы айдалып беріп, әрең жақсы болған болсаң, бұтақтағы алманы ала алмағандығың үшін жаман боласың. Жақсы болуға бір ғұмырың жетпейді, жаман болуға бір минутта кетпейді. О тіршілік, не берсең де арнап бер. Алтын балық ілінетін қармақ бер. Бақыт бер де сол бармақтай бақытты, басып тұрар батпандай бір салмақ бер. Және дос бер, айтқанымды мақұл дер. Жүрек бер де соған шыдар тақым бер. Мен жазбаған, жұрт жазбаған жыр сыйла, жүректерге оны ұғатын ақыл бер. Мені күтіп тұрсын алда биіктер, шапағатын шуағыңды құйып көр. Абырой мен даңқыңды да аяма, және соған майыспайтын иық бер. Мынау аузыңнан шыққан сөз дейді, 40 жыл айналып басыңа келеді дейді. Өмір алма кезек дейді, біреуді күлкі қылып оған жала жаптың ба, ертең басыңа келеді дейді. Бастарыңа келген кезде езулеріңді жия алмай қалмаңдар. Жасағаның алдыңа келмей, көрге кірмейсің деген. Адам туыла салып қатыгез емес, соның бәрін келтіріп шығаратын айналасындағы адамдар. Әркімге құрметім шексіз, бірақ сабырым шекті. Өмір-ай өмір мың бір сын, жылатсын мейлі күлдірсін. Суретте бәрі бақытты, өмірде қандай кім білсін. Қорқамын мен елдердің өсегінен, кіршіксіз кір іздейтін кешегіңнен. Атынан құлады деп күндейді екен, күнде құлап жүрсе де есегінен. Ақшаң көп болсын, аз болсын, қолыңнан үзілмесе болғаны. Адам кәрі болсын, жас болсын, дені сау болса болғаны. Отбасың бай болсын, кедей болсын, тату-тәтті болса болғаны. Кімдікі дұрыс, кімдікі қате болсын, түсіну болса болғаны. Жаман болсам не бопты, жақсы да болып көргенмін. Өзімдей көріп барлығын, төрімнен орын бергенмін. Өртінде жүріп өсектің, арманым үшін өрледім. Болмай-ақ қойдым мен жақсы, жаман болып бірақ өлмедім. Алдыңа шықсам күн дедің, артыңда қалсам ез дедің. Алдыңа барсам жүгініп, бармай еді қане берерің. Өз тірлігім өзіме, өзімнің ғана өмірім. Қабағың бағып қайтейін, қайыры кеткен пенденің. Айғыз-айғыз болса да айна көңіл, шомылып отырмын ойға небір. Мені қанша әуреге салғаныңмен, сені жақсы көремін қайран өмір.
Барлық дүние қайта айналып келуі мүмкін, бірақ сен қажет қылмайтын кезде. Сондықтан ағаштан жеміс күтсең, бұтағын сындырма. Адамнан үміт күтсең, көңілін қалдырма. Мен жылаған істерге сен жылайсың бір күні. Сен күлетін күлкіні, мен күлемін бір күні. Өмір деген осылай, алма кезек дүние, қозы жеген түлкіні бәрі жейді бір күні. Біреуді бақытты қылу үшін алдымен өзің бақытты болуың керек. Өзіңнің денің сау болу керек. Өзіңнің білімің толық болу керек. Сол кезде ғана сен басқа адамдарды бақытты қыла аласың. Бидайдың басының көтергені дақылының жоқтығы, адамның көкірегін көтергені ақылының жоқтығы. Ұлық болсаң кішік бол, байсың ба, кедейсің бе, ешқашан көкірегіңді керме. Ешкім сенің қайғыңа назар аудармайды, бірақ қателіктеріңе тоқталады. Сенен көңілім қатты қалды дейді, бірақ маған ренжіп қалған жоқсың ба деп сұрамайды. Бұл пендедегі әлсіздік. Ынсап болмаған көңілде адамгершілік болмайды. Жалғандық қаптаған ниетте ақиқат болмайды. Күмән басқан қиялда тыныштық болмайды. Қате басқан қадамда дұрыс іс болмайды. Біреудің ескі қатесін жария етіп қайтесің? Жығылып жатып сүрінгенге күлме. Көп кешікпей өзіңде жетесің. Біреуді сырттан өсектеп, оның дүниесін есептеп қайтесің. Бірінші өзіңді түзеп, өзіңмен алыс. Түкке тұрғысыз керексіз сөзді өсиеттеме. Сағыну керек, сағынар жаның бар болса. Киімде жайсыз, жағасы жайлау тар болса. Көлде мұң бар, аққу жоқ өңгей қаз қонса. Ғұмырдан мәнсіз 4 маусым ылғи жаз болса. Қадам сайын кездеседі қыл көпір. Мың шындықты жоғалтады бір кесір. Бүгін мақтап шығарғандар бармағын, ертең ерден шығармасқа кім кепіл. Сен мені нөл дейсің ау, нөл болайын. Ол туралы болмайды менде уайым. Бірден бастап 9-ды жазып келіп, 10 жазарды іздеп мені келме ағайын. Көңілде түскен жараны амал бар басқаларға білдірме. Бұл дүниеде барлығы саған емші бола бермейді. Қайта сол жараның аузына тұз сепсем дейтіндер жетеді. Барлық адамдардың көңілін өзім сияқты деп ойлама. Алыстағандардан алыстап, жақындағандарға жақындап жасауды үйрен. Басыңа іс түскенде келетінінен кететіні көп. Бақ барлық адамдардың басына қонады. Кейде тауып та, кейде ауып та қонады. Егер тауып қонса, есейтеді ессізді де. Егер ауып қонса, есіртеді естіні де. Қазақта мынадай нақыл сөз бар. Мал жаманы сипағанды, адам жаманы сыйлағанды білмейді деген. Адамдар арасында жақсысы, жаманы, текшілі, кекшілі болады. Сен қанша аспен ұрсаң да, сені таспен ұратындар бар. Адамгершілікпен сыйлап, құрметтесең, олар оны сенің міндетің деп қабылдайды. Сондықтан ондай адамдарға өз қаруын өзіне жұмсаған дұрыс деп ойлаймын. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.